Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрлайым. Бүгін сіздерге жидке лагман рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең бірінші етті турап, өз қалауыңызша жуып тазалап, одан кейін маринаттаймыз. Маринаттап алған етті 15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте көкөністерді турап аламыз. Редканы, сәбізді, пияз, сарымсақ және де осы лагманға арналған ашты қызыл перцті барлығын өз қалауыңызша кубиктап, болмаса соломка етіп турап алсаңыз болады. Маған барлық көкөністерді соломка етіп тураған ұнайды. Редканы, сәбізді барлығын соломка етіп тураймын. Пиязды өте жұқа етіп тураймын. Ең соңында сарымсақты майдалап турап езіп аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін картопты аршып, тазалап, оны майдалап тураймын. Қатты үлкен болғаны ұнамайды. Және де барлығын турап алғаннан кейін қызыл перец, ашты перец жусаймен, яғни оны да тураймыз. Турамас бұрын ең бірінші ішіндегі тұзын тазалап жуып аламыз. Әйтпесе подлива өте ащы болып кетеді. Мінеки осылайша барлық көкөністерді турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған пеште қазанымызға май құйып, бірінші маринатталған етті қуырамыз. Жай отта қуырамыз, одан кейін кішкене қуырылғаннан кейін оның үстіне пиязды, дальше солай көкөністерді салып қуыра бересіздер. Барлық көкөністерді жеке-жеке салып, қызартып қуырып аламыз. Екінші міне сәбізді салдық. Сәбізді де біраз қуырып, қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін редканы, солай кезегімен барлығын қызартып қуырып, барлық көкөністерді салып қуырып шығамыз. Осылайша баяу отта барлық көкөністерді рет-ретімен салып қуырып шығасыз. Менің каналымда тек қана тамақтар емес, сонымен қатар тәттілердің, тіске басарлардың да рецептері бар. Каналыма кіріп, тіркеліп, және де лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерден қолдау күтемін. Картопты да салып кішкене қуырып алғаннан кейін үстіне қайнаған суды құямыз. Осылайша подливімізді дайындаймыз. Байқасаңыздар, мен подливке тұз қосқан жоқпын, өйткені мендегі қызыл перец өте ащы. Сол себепті тұз қоспадым. Сол перецтің өзімен дәмі әдемі болып шықты. Осылайша баяу отта қайнатамыз. Енді лагманның тестісін жасаймыз. Ол үшін 300 мг салқын су, біраз қасық тұз және де бір жұмыртқа қажет. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Менде шамамен 1 килограммға жуық ұн кетті. Яғни оның барлығы ұнның сортына байланысты. Менде жоғарғы сорт. Тестаны өте қатты қылып илейміз. Себебі жұмсақ илеп қойсаңыз, теста үзіліп кете береді. Созған кезде қатты қылып илесеңіз, піскен кезде де әдемі түседі. Мінеки біздің қамырымыз да дайын. Біз оны бөліктерге бөліп, бетіне сұйық май жағамыз. Осы сұйық май жаққаннан кейін целлофан жауып 15 минутқа қалдырамыз. Мінеки біздің қамырымыз дайын. Енді осы дайын қамырды біркелкі тегіс етіп созамыз. Әр созған сайын арасына май жағып отырамыз. Яғни дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыз, сонда қамырыңыз өте әдемі болып шығады. Енді газда қайнап тұрған суға біраз қасық тұзымызды салып, оның үстіне тестаны саламыз. Теста яғни толық пісу үшін 2-3 минут жеткілікті. Қамырымыз піскеннен кейін салқын суға салып аламыз. Осылайша таза ыдысқа сүзіп аласыз. Сонымен біздің лагманның тестасы дайын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.